Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тәтті тоқаштар пісіреміз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керегі 2 жұмыртқа. Жұмыртқаны осылай венчикпен араластырамыз. Толық араластырамыз. Кішкене ғана тұз себеміз. 200 грамм қант араластырамыз көпіргенінше. Қажетінше ұн қосамыз. Менде 500 граммдай ұн кетті. Қамырымызды осылай араластырамыз. Қажетінше ұн қосып отырамыз. Басқа ыдысқа ашытқымызды дайындап аламыз да ұнымызға қосамыз. Қажетінше арасында ұн қосып тұрып илейміз. Осылай қамырымыз дайын болған кезде 100 грамм сармайымызды ерітіп, қамырдың үстіне құямыз. Сосын қасықпен арасына кіргіземіз қамырдың. Араластырамыз. Ұн керек болады, кішкене ұн себесіз. Қамырымыз сармая толықтай қамырға сіңгенге дейін бетін жауып қоямыз да 15 минут күтеміз. 15 минуттан кейін қайтадан қамырымызды үстін басып қоямыз. Бетін жауып 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашығанша неке қамырымыз ашылды. Қамырымызды илеп 4 бөлікке бөлеміз. Осылай видеодағыдай қылып жасаймыз да, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, колбаса тәріздес қылып созамыз. Размерін 2,5-3 сантиметрде бөлеміз де, әрқайсысын жеке-жеке жайып шығамыз. Осылай домалақ қылып жаямыз. Вареный сгущенкамыз осылай шетіне саламыз. Жақсылап жабыңыздар, сгущенкамыз сыртқа шығып кетпес үшін. Осылай видеодағыдай ретпен қамырымызды кесеміз. Қамырымызды соңына дейін кеспейміз, ортасын ғана осылай жабамыз. Екінші тағы қамырымызды аламыз да, бетіне сұйық май жағып, қанты, күнжіт сепсеңіздер де болады, мак сепсеңіздер де осылай ораймыз. Екі жағын бір-біріне қосамыз. Осылай видеодағыдай ретпен кесіп, екі жағын ашсаң, осылай жүрекше шығады.
тағы бір түрін көрсетеміз. Осылай қамырымызды аламыз да 3-ке бөліп, бір-бірімен айқасып өреміз. Мінекей, булочкаларымыз дайын. 30 минутқа қойып қоямыз, тұндырып. 30 минут өтті. Тоқаштарымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қалауларыңызша бетіне қант сепсеңіздер болады. 180 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Қызарғанынша. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар. Сіздермен болғанмен ол болсын, астарыңыз дәмді болсын.